Армысыздар көрермен. Бүгін біз Эдит ТВ арнасында Аша Матай жөнінде айтатын боламыз. Ашаның ешкімге ашпаған сырын, көпшілікке арнамаған әңгімелерін біз YouTube арнасындағы Момский әңгіме аталатын каналдан көрдік. Екі қызғалдағы ол өзінің жүктілігі және босануының қаншалықты қиынға соққандығын, босану процесінің ұзаққа созылғандығын және анасының соншалықты қиналып қыз үшін уайымдағаны жөнінде айтып кетеді. Ашаны көрерменнің соншалықты жақсы көретіндігін әңгіме соңында жазылған пікірлерден аңғаруға болады. Көбісі жақсы пікірде екен. Сонымен қатар Аша қалаулым бағдарламасынан не үшін кеткендігін де анық айтады. Ол жүктілік әрбір қыз баласының басынан өткеретін тәтті шақтары, ал перзентті өмірге әкелу ешқашан оңайға соқпайды дейді. Ендеше соңына дейін көріп менімен бірге болыңыздар. Бұл жөнінде қысқа да нұсқа анық айтып кететін боламын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Наша, менің білуімше сенің осы алғашқы босануың оңай болмады. Неге? Не болды сол кезде айтып берші? Вспоминаю, как страшный сон деп. Расменен жеңіл, жалпы бала, жалпы адам дүниеге жеңілдікпен келмейді ғой. Өте ауыр. Адамнан адам шығу өте қиын. Бірақ дегенмен үлкен бақыт. Өзім босанам деп ойлағам, бірақ аяқ асты кесарево болды. Себебі сен уақытында дүниеге баланы әкелдің бе, жоқ әлде ерте болды ма? Жоқ, уақытылы, оның үстіне кішкене 1-2 апта өткен секілді, тіпті ПДР-дан. Қара, схватка басталды, сосын сен емханаға келдің. Схватка басталды, емханаға келдім. Содан кейін әлі раскрытие болған жоқ деді. Содан кейін жарай жата тұр, әлде водада кеткен жоқ, ештеңе кеткен жоқ, барлығы дұрыс жүріп жатыр, жай ғана жата тұр деді. Содан кейін мен үйге бара берсем бола ма деді. Жоқ, барма, қаралуда болу керексің деп. Содан кейін қалдық. Қалғаннан кейін бірнеше сағат өтеді, әлі жоқ раскрытие, бірақ схватка қатты, кәдімгідей қинала бастадым. Содан кейін күте тұр тағы болатын шығар деген сияқты максималды түрде 3 саусақпен санайды ғой, 3 саусақтай болды. Эпидуралка қойдырдың ба? Эпидуралка қойдырдым. 2 рет қойдырдым, бірақ открытиясы да болған жоқ, суы да кеткен жоқ. Содан кейін суды тестіртті. Содан кейін алдын ала тездетілетін вызывающий қойды, соны қойды. Содан кейін баланың жүрегі тоқтап қалды. Сондай кәдімгідей қиын жағдайға тап болдық. Содан кейін мен шок, анам шок. Маман қасында болды. Басында Арман болды да, содан кейін Арман шаршап кетті, содан кейін оны алмастырды мамам. Сөйтіп сен жыладың ба? Екеуміз паника, мамам жылай бастады, мен деген бірден өзімді жинап алдым. Оның алдында деп жыладым да, күлдім да, биттім. Содан кейін жүрек тоқтап қалғанды естігеннен кейін, ана кәдімгідей дәрігерлердің түрлеріне қарайсың ғой, бірден дәрігерлердің түрлері су кеткен кәдімгідей. Содан кейін бірден өзімді жинап алдым да, сосын мам, не плачьте дедім. Не плачьте, все будет хорошо, режьте меня дедім. Содан кейін ана кісілер андай дірет алды. Содан кейін енді не, апарамыз ба не? Оның алдында маған енді кішкене намектарды тастады. Егер де сіз не жасататын болсаңыз, кесарево, онда бізде жазылатын, сіздің қолыңыз керек, нелер бар деді. Договорлар бар деді, соған қою керек. Мен айттым, соң жоқ, мен өзім босанам, барлығы жақсы болады, мен буду терпеть деген сияқты. Сол уже не до терпения. Мен қатты қиналғанмен, оны шыдайтын едім оған. Бірақ енді баланың жүрегі тоқтап қалғаннан кейін енді уже было все равно. Конечно. Содан кейін өзімді қатты жинап алдым да, содан кейін болды, не керек, қайсысы керек деген сияқты барлығына қол қойдым да, содан кейін апарыңыздар деді. Мамам деген кәдімгідей дірілде кеткен ғой. Содан кейін анама қарап, енді қазір мамамды буду откачивать деп ойладым. Содан кейін мам, все нормально, все хорошо деп күліп қоямын еще арасында. Ал ішімде барлығы переворот болып жатыр кәдімгідей. Содан кейін анамды успокоила. Мамам жарайды деп жіберді, дұғасын айтып қалды. Мені кіргізді, содан кейін енді экстренді болғаннан кейін барлық нелер жүгіріп келді. Палаталардан дәрігерлер жүгіріп келді. Содан кейін сөйтіп түнгі сағат 1:03-те босандым. Енді менің қазіргі айтатыным ол эпидуралка салатын мамандарға көбінесе байланысты екен. Себебі мен өзім кәдімгідей енді Алла тағала кешірсін, өзімді труп ретінде санадым. Себебі кәдімгідей жылжи алмаймын да, ештеңе істей алмаймын да. Біраз уақытқа дейін, жарты жылдың көлемінде кәдімгідей өз-өзіме келе алмай жүрдім.
андай бір прострация дейді ғой, сол оның барлығы ол неден болады екен, эпидуралкадан болады екен. Және эпидуралканың нағыз маман иесіне барып жүгіну керек, себебі айымды босанған кезде ондай проблемалар болған жоқ. Енді қара, сен асылыңды босандың, кесарево болды, одан кейін сен қанша жаттың емханада? Қалай үйге келдің? Бір аптадай көп жаттым. Себебі айтып отырмын ғой, сол эпидуралканы қойған кезде максималды түрде 2 сағаттан кейін ба негізі аяқты адам сезу керек. Ал мен аяқты 7 сағатқа дейін сезбедім. Кәдімгі жылжыта алмай, содан кейін оларда да паника болды, анамда да паника, Арманда да паника. Неге? Уже были такие симптомы, что, может быть, я никогда не буду чувствовать своих ног. То есть это было ужасно. Конечно. Вот, и Арман тоже испугался. Ты плакала? Да. То есть я плакала, когда оставалась наедине, когда мама уходила там в уборную, либо там, могла показать это только Арману, потому что маме было показывать это очень опасно. Себебі маманың түрін көріп, енді кәдімгідей бала өзінің баласының ана өзінің баласының қиналып жатқанын көргенде өзіңіз білесіз қандай сезімде болатынын. Сондықтан максималды түрде өзімді ұстадым. Бірақ енді Алла тағаладан тіледім, барлығы жақсы болсыншы, бүйтіп сөйтіп деген сияқты. Оның барлығы ненің кесірінен, себебі дәрігерлердің өздері білмеді мен кесарево болатын. Сондықтан оның алдындағы 2 эпидуралка бар қойылған. Содан кейін уже такая большая доза была перед тем, как уже кесарево сечение сделать. Поэтому были такие сложности. Асылым родилась нормально, все хорошо. Барлығы дүниеге жақсы келді. Мен босанғанмен оны алып шыққанда бірден жыламады. Кәдімгідей болған. Ұрып нетіп, бүйтіп нетті, енді өздерінің нелері бар, әдістері. Содан кейін барып жылағанда кәдімгідей жүрегім орнына түсті. Себебі өзімді аса ойламадым ол кезде. Как ребенок, оның үстіне эпидуралка қойған кезде тек қана сөйлеген кезде шепотпен сөйлейсің, себебі күш жоқ, андай кәдімгідей салмақ тұрған сияқты үстіңде. Как она там деген сияқты сондай кәдімгі сөйледім да, олар все хорошо деп маған сөйтіп айтады. Содан кейін дауысын естігеннен кейін барып все уже там расслабление, там и слезы, кәдімгідей деп. Содан кейін барып өзімді ойлай бастадым. Все, кажется, я труп деп. Главное, дочку родила. Думаю, что родители и Арман не оставят это деген сияқты. Ойладым, что все, мен кетіп бара жатырмын деп ойладым. Даже у тебя такие мысли были? Такие мысли были. Что я уже начала прощаться. Рядом никого нет, получается, прощаться вот уже с этим миром. Вот. Калимаға кәдімгідей тілімді келтіріп, сондайға уже была готова. Ой, вспоминаю сейчас прям это волнительно. А как ты вот после этого всего решилась на второго ребенка? Знаете, я еще не отошла вот от этих, как это называется, от эпидуралки, получается. У меня ноги не работают, руки не работают. И Арман говорит, ты, наверное, после этого не захочешь рожать. Я говорю, я буду рожать. Я буду рожать, иншаллах, у нас еще будут дети. То есть и мама это услышала, говорит, не надо мне таких переживаний, говорит, доча, не надо, говорит, спасибо, говорит, на всем, говорит, это просто какой-то шок. Вот, и тогда, конечно, понимаешь, что переживают наши мамы, какой это большой труд, как это здорово иметь вообще детей, и Аллаху шукр, что вообще я осталась жива, что у моего ребенка будет мать. То есть это, разные мысли были в голове, конечно. Лучше матери, конечно, ближе матери для ребенка, конечно, понятно, что никого не будет. Вот, и на второго ребенка я пошла с таким, настроем, все хорошо, все классно будет. Сен дайындалдың екінші бөпеңе, айымға дайындалдың кәдімгідей, морально, психологически дайындалып бардың, иә? То есть ты планировала? Вообще мы хотели сразу там потырлатып. Понятно, да, что в 26 лет я вышла замуж, и хотелось сразу иметь детей там каждый год. Но поскольку получилось экстренное кесарево, это было невозможно. Минимум 2 года нужно выдержки, чтобы зажил шов внешний, внутренний. Вот. И после этого мы распланировали так, что выдержали 3 года. Вот между нашими детками 3 года. Я думаю, что это отличный возраст, потому что Асылым да есейді, қазір өзі де қарайды балаға. Мысалға біз кейбір кездері мен ұйықтап қаламын да, сосын Асылым өзі қарап, өзі тамақтандырып жүреді. За старшего дейсің бе? Иә. Там что-нибудь разберись деп. Иә. Сол сөйтіп айымға дайындалдық әбден, иә. Қорқыныш болды, бәлкім сондай тағы да прострацияға ұшырайтын болармын, депрессияға ұшырайтын болармын. Мысалға мен ойлайтын, депрессия деп жатады ғой. Әр ана баланы дүниеге алып келген кезде депрессияға ұшырайтын. Я говорю, да не про меня это, вообще не будет депрессия, в смысле деген сияқты. Менде болды, депрессияға қатты берілдім. Қанша болды депрессия? Вот полгода. Қалай шықтың? Не істедің? Біріншіден кім көмектесті? Муж. Самый родной, наверное, в этом плане. Это благодаря мужу, благодаря родителям.
благодаря вот этой любви материнской к ребенку. Ну, а потом, конечно, подруги, друзья. И вообще, в принципе, когда ты любишь мир, когда ты принимаешь себя, ты приходишь в себя быстро. Причина, наверное, многих депрессий послеродовых, наверное, является вес. То есть для меня это было очень тяжело принимать себя такой. Я думала, что мен босанамын, мен ішімде болмайды, ештеңе болмайды. Я такая пошла уже, одела все. Қайтадан кеттің, иә? Пошла все то, что одевала раньше. Ага, вот тебе. Очень вообще. Сейчас, ага. Такая, молодец, вообще соберись, ты уже мать дегенге келдік қой. Сөйтіп, жарты жыл... Жарты жыл көлемінде қиналдым, үйттім. Содан кейін салмақ тастағаннан кейін, өзімнің басым ретке келгеннен кейін, басты ретке келтіру үшін не істедің? Психологқа бардың ба? Жоқ, психологқа жүгінбедім. Бүгінгі күнге дейін психологқа бармадым. Неге екендігін білмеймін, бірақ бәлкім ол менің басымдағы бір блоктар шығар. Оған еш қарсылығым жоқ, бірақ өзім бармадым. Сондықтан менің нөмір бірінші көмекшім ол әрине ол Арман. Содан кейін бар. Рахмет, Арман. Салмақ тастадың, депрессия кетті. Содан кейін жұмысқа бас сұқтым. Болды барлығы. Салмақты қайтып тастадың? Спорт, дұрыс тамақтану? Сен білесің ғой, прекрасно менің өзім құрбым болғаннан кейін не спортқа да жақын емеспін, не тамақты диета ұстаймын деп айта алмаймын, себебі жеп қоя беремін. Особенно хлебобулочные изделия, ол прям the best в моей жизни. Сол үшін ондайға жүгіндім деп айта алмаймын, жалпы тез қимылдай бастадым. Баламен де, үйдегі шаруаларға да, құрбыларыммен кездесуге де жылдам барлығын үлгеру үшін кәдімгідей бұл мотивация болған сияқты мен үшін. Салмақ тастаудың бір жолы болған сияқты. Тез қимылдау және жеңіл қабылдау. Себебі барлығы өз миымызға, өзіміздің қабылдауымызға байланысты деген ол рас нәрсе. Мен көпке дейін өзімді қабылдай алмай жүрдім. Яғни сен өзіңді қабылдап, бұл әлемді қабылдап, барлығын махаббатпен жасадым деуге болады. Иә, сол махаббатпен жасағанның арқасында тез салмақ тастадым. Бірақ енді әрине спортта болды өмірде, диетада болды, бірақ ол бір қалыпты емес. Болады кетеді деген сияқты. Барлығы баста деген нәрсенің бірден бір себебі дәлелі, иә, міне Ашаның айтып отырған сөзі. Я, жақсы, депрессия бітті, салмақ тастадың, жұмысқа бардың. Сосын ол кезде қалаулым басталды. Иә, содан кейін қалаулым басталды. Одан кейін, в общем, ни до депрессии, ни до чего болып кетті. Ол кезде қалаулым және үйдің шаруалары. Тіпті енді Инстаграмыма үңіліп қарасаңыздар, сол кездегі график, ол бешеный график болатын. Қалаулымнан кейін келе салысымен үйдің жұмыстары, баламен айналысу, ол кезде асылым ғана болатын. Содан кейін барып түнгі бірде тамақ дайындайтын. Первое, второе, салат бәрін дайындап кетем, себебі үйде енді ата-енем бар деген сияқты, күйеуім бар деген сияқты. Сөйтіп таңертең тұрамын да кетем қайтадан. Содан кейін енді күйеуімнің көзқарасы былай бола бастады. Не деген жұмыс, күнде сені көрмеймін, бүйтем істеп, анда барайық, мында барайық деп маған айтады, ал мен қалысқым келмейді енді. Күйеуім болғаннан кейін әрине қасында болу керек. Әр барған жерге караоке болсын, достармен кездесу болсын, бұл той болсын, бір жарты сағатта кірсе ол жерімде, иә деп бәріне сөйлесіп, жарты сағаттан кейін мен кез келген жерде бүйтіп ұйықтаватқан аша кез келген жерде ұйықтап алып қала беретім, себебі 3 сағаттық эфир ол өте қиынға соғатын маған, эмоционалдық түрде және де жалпы өз-өзің. Көрермендер, сіздерге видео ұнаған болса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тағы да кімнің ұзақ сұхбаттарын көргілеріңіз келмесе